Сәлем достар, біздің демалысымыздың жалғасы. Кешкісін осылай қаланы көріп, серуендеп қайтайық деп шықтық. Өте әдемі, ескі ғимараттардың барлығы сақталып қалған екен. Сол жер маған өте қатты ұнады. Қалада жабайы иттер мен мысықтар көп екен. Балалармен суретке түсіп, осылай серуендеп қайттық. Айша жүрген жерінде өзінің сальтосын жасап жүреді. Ертесінде балаларды осындай ойнайтын жерге алып келдік. Оралдағы ең үлкен ойнайтын жер осы екен. Бізге қатты ұнады, өйткені барлық жастағы балаларға қарастырылған. Ойнайтын жерлер қай жастағы балаңызды апарсаңыз да барлығына өте қызықты болады. Бізге Аишаға өте қатты ұнады. Әрине бізде Алматыда да бірнеше ойнайтын жерлер бар. Бірақ дәл осы бізге қатты ұнады, өйткені балаларды әр жастағы баланы әрқайсысына кіргізіп жүрмейсің, бір ойнайтын орнына кіргізіп, барлық жастағы балаларды ойнатып шығасың. Одан кейін кешкісін осындай досымыздың үйінде қонақта болдық. Карта ойнай алатындар осылай карта ойнады. Керемет дастархан жайды. Біріншіге бешбармақ, екіншіге шашлык жедік. Барлық достарымызға үлкен рахмет. Өстіп кең дастархандарын жайып, қонақ қылып, бізді күтіп, сыйлап, құрметтеп жатқандарына барлық карта ойнады. Одан кейін мафия ойнадық. Сонымен таңғысын осындай дала жап-жарық болған кезде қайттық үйге. Мен барлығын трезвый водитель болып үйлеріне апарып тастап, ең соңында өзіміз қайттық үйге. Оралға келгелі режим бұзылды. Енді ертесінде тағы да дос қызымыздың үйіне, жолдасымның одноклассницасының үйіне қонаққа келдік. Мындай өте әдемі гүл, үйдің гүлі, иісі керемет екен. Суретке түсіп алдым осылай. Енді бүгін бізде қалыспайық карта ойнайтындардан деп осындай лота алып келіпті қыздар. Осы лотаны ойнап көрейік деп жатырмын. Мен ойнауды білмеймін. Бірінші рет ойнаймын. Мен осылай төгейін деп жатырмын. Сөйтсем оны төкпейді екен. Осы дорбаның ішінде тұрады екен. Шетінен алып шығып сандарды айтып отырады екенбіз. Қызық екен, бірақ та уақытыңды босқа кетіресің, көп уақытты алады. Оданша ол уақытта пайдалы нәрселермен айналысуға да болады. Мысалы, бір мастер-класс шағын өтуге, немесе кішкене кітап оқуға, бір-біріңмен көрген білгенмен бөлісуге болады. Сонда да енді дегенмен өстіп үйреніп алдым. Лото ойнадық, және ақшаға ойнайды екенсің. Ақшаға ойнадық. Санияда өте керемет қылып дастархан жайып қойыпты. Оралға келіп, еркелеп, күнде қонақтық болып, кішкене вес жинап, семіріп қайтатын болдық Алматыға. Бұл жерде де карта ойнайтындар карта ойнады осылай. Таңға дейін бізге қызық емес, карта ойнай алмаймыз. Біз қарап жүрдік, арасында лотамызды ойнадық. Міне осылай әрбір үйде лота ойнайды екен. Ертесінде Оралдан 4 сағаттық жерде орналасқан ауылға жолдасым әжесінің басына келдік. Құран оқытып кетейік деп. Алдыңғы жылдар келген кезде дәл осы ауылға суға алмай кеткен болатынбыз. Басына барып, Құран бағыштап, одан кейін кері қарай қайттық. Мынау ешқандай көл өзен емес, қардың суы екен, сондай тап-таза болып тұр ғой, өте әдемі болып. Мен басында өткенде ойлап жүрсем, бір өзен екен деп сөйтсем, әшейін көлшік екен, жаңбырдан қалған.